Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Қазақстан тарихы пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім Қазақстанда кеңестік биліктің орнығуы білімі бойынша жиынтық бағалау. Бұл бізде 2-ші тоқсанға арналған алғашқы жиынтық бағалау тапсырмалары. Ал енді тапсырмаларға көшетін болсақ, ұлттық автономиялар туралы кестені толтырыңыз деген бірінші тапсырма. Алашорда үкіметі мақсаттары қандай болды? Және Түркістан Қоқан автономиясының жалпы мақсаттары қандай болды деп бізге сұрақ қойылған екен. Қазақ халқының мүддесін қорғау, ұлттық тәуелсіздік пен өзін өзі басқару, мәдениет пен білімді дамыту. Ал Түркістан Қоқан автономиясы түркі және мұсылман халықтарының бірлігін нығайту, тәуелсіз мемлекет құру, әлеуметтік және мәдени даму қолдау. Келесі автономиялар өз мақсаттарына жете алды ма және неліктен деген. Алашорда автономиясы үкіметі жете алмады, себебі кеңес үкіметі орнаған соң Алашорда үкіметі күштеп таратылды. Ұлттық автономия идеясы қолдауға тыйым салды. Түркістан Қоқан автономиясы жете алмады, кеңес әскерінің күшімен Түркістан автономиясы таратылды. Кеңес үкіметі орталық Азияда билікті толық бақылауға алды. Келесі екінші тапсырма, деректерді салыстыра отыра Қазақстан үшін жаңа экономикалық саясаттың нәтижелерін салалар бойынша талдаңыз деген. Бірінші деректе жаңа экономикалық саясаттың аясында қабылданған міндеттердің ішіндегі ең маңыздысы азық-түлік салғартын азық-түлік салығымен алмастыру туралы шешім болды. Азық-түлік салғарты кезінде шаруа қожалықтары өндірілген өнімнің өзін қамтамасыз етуге қажетті үлесінен артығын мемлекетке тапсыруға міндетті еді. Азық-түлік салығының жалпы өндірілуі мына жерде сәл қате кетіп қалған екен. Өндірілуі, яғни белгіленген мөлшердегі ғана салықты өтеуге байланысты. Олар өндірілген өнімнің артығын өз еркімен пайдалану құқығына ие болды. Екінші дерек, экономикалық өмірдің нақты дамуын қамтамасыз ететін мұндай саясат алайда ірі өнеркәсіп саласын мемлекеттік монополизациялау нәтижесінде олар өз өнімдерін тұтынушыларға, әсіресе аграрлық секторлардағы жеке тұтынушыларға өте жоғары бағамен ұсынды. Партия және үкімет шешімдері ауыл шаруашылық кооперациясының ЖЭС жағдайындағы жаңа рөлін анықтағанына қарамастан, оны бақылап отыруға мемлекет мүдделі болды. Соның нәтижесінде мемлекет ауыл шаруашылық товарларын сатып алу бағасы өзі белгіледі, және ол өте төмен болды деген. Саяси бірінші дерек, бұл жалпы саясиға келетін болсақ, мемлекет ауыл шаруашылығында, сауда және шағын өнеркәсіпте жеке меншік кәсіпкерлік белгілі бір деңгейде еркіндік берді. Ал экономикалық, бұл ЖЭС кезінде бұрынғы азық-түлік салғартын азық-түлік салығына ауыстырды. Бұл шаруаларға өндірілген өнімнің артығының еркін мүмкіндік берді. Ал екіншісі, бұл мемлекеттік кәсіпорындар мен кооперативтер құрылып, жұмыс орындары ашылды. Жалдамалы еңбекті пайдалануға рұқсат етілді. Келесі, Қазақстан үшін жаңа экономикалық саясаттың нәтижелері тиімді, тиімсіз болды. Неліктенге бұл нәтижелері тиімді болды? Неліктен? Неліктенге келетін болсақ, әскери коммунизм кезіндегі тұралаған шаруашылық қалпына келтірілді. 1921 жылдың басында Қазақстанда әскери коммунизм саясатының кесірінен аштық болған болатын. Алайда азғантай уақыттың ішінде ЖЭС арқасында
Сауда саттыққа еркіндік беріліп, жеке кәсіпкерлер мен кооперативтердің белсенділігі артты. Нарықтық механизмдер енгізіліп, өнімдер мен қызметтерді еркін сату мүмкіндігі пайда болды. Екі дәлел келтіріңіз деген. Ал бірінші дәлелге келетін болсақ, жэс кезінде білім беру мен денсаулық сақтау саласындағы реформалар жүргізілді. Халықтың білім деңгейі көтеріліп, әлеуметтік жағдайы жақсара түсті. Екінші дәлел: 1925 жылға қарай Қазақстанда ауқатты шаруалар тобы қайта қалыптасты. Құрметті оқушылар, осымен біз тапсырмалардың барлығын түгел орындадық. Бізде толық балл 13 балл. Осы 13 баллдың тоқтай 13 балл жинап біткен болатынбыз. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда сіздерге жаңа екінші ПЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалауды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.